Сәлем достар, сіздермен Скаврон каналы. Спецэффекттер қазіргі таңда фантастикалық фильмдердің ажырамас бөлігіне айналды. Фильмдердегі футуристік стильдер немесе құбыжық бейнелерін дәл осы спецэффекттермен жасайды. Егер біз көріп жүрген фильмдерге спецэффекттер қолданбағанда, олар біз ойлағандай қызықты шықпаушы еді дегенге келісетін шығарсыздар. Сонымен бүгін Скаврон каналы фильмдегі керемет спецэффекттерді көрсететін болады. Алдымен хромакей туралы. Хромакей ол субъекттің артында болатын бір тонды түс монтаж кезінде алынып тасталынады және оның орнына басқа бейне қоя салады. Басында хромакей көк түс болған, ал қазір ол жасыл түс. Пираты Карибского моря. Өте әдемі бейнелер үшін Оскар алған фильм. Сізге өте таныс Дэви Джонстың өзі тұнып тұрған спецэффект. Дэви Джонстың рөлін ағылшын актері Билл Наги ойнады. Арнайы лазерлер және жасыл түс арқылы Дэви Джонс өмірге келді. Бейнелерде Билл жасаған кез келген эмоция Дэви Джонста да орын алды. Негізінен алғанда өте сәтті шыққан фильм. Хоббит. Мұндағы табиғаттың әсем бейнелері, өмірде жоқ құбыжықтар, барлығы дерлік спецэффекттер арқылы өмірге келген. Бұл фильмде де компьютер анимациясының шеберлерінің еңбегі орасан болды. Көптеген объекттер аниматорлар көмегімен қолдан жасалды, ал кейбір актерлар арқылы. Мысалы, Голлум рөлін мына бір актер орындады. Ал осы фильмдегі айдаһар рөлін осы замандағы Шерлок Холмс Бенедикт Камбербэтч ойнады. Трансформеры. Кинодағы автоботтар көптеген адамдардың көңілінен шықты. Осы жолда осы фильмнің режиссері және оның тобы көптеген жұмыстар атқарды. Бұл орайда олар спецэффекттерді көптеп пайдаланды. Тіпті мына бір бейнеде бас актер мен оның қызы негізінен ауамен сөйлесіп жатқанын көруге болады. Дэдпул. Бар назарды жаулаған Дэдпул да спецэффекттерсіз бұлай танымал болмас еді. Ондағы қала кескіні және каскадерлардың өзі істей алмаған трюктарды алмағанда, кішкентай детальдар үшінде спецэффекттердің көмегі зор болды. Мстители. Дәл осы кинодан кейін көптеген көрермен дәл осы батырлар сияқты болғысы келген шығар. Көзге көрінетін көптеген нәрсе негізінде жасыл фон. Дәл осы хромакей арқылы кинодағы қала және кішкентай детальдардың өзі шынайы бейне берді. Форсаж. Кино фантастикалық жанрға жатпаса да, кинодағы каскадерлар өзі қатыса алмайтын бейнелер спецэффекттер көмегімен жасалды. Мына бір бейнелерде биік ғимараттар емес, хромакей өте көп қолданылған кәдімгі студияда жасалынды. Сонымен видеомыз бітті. Ұнаса міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіз. Және Скавронның ВК-дағы парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Сілтемесін комментарийге қалдырып кетемін.